Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте дәмді белгілі салаттардың бірі селед под шуба рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен салатты жинайтын ыдыстарымызды дайындаймыз. Мен осындай кольцоның ішінде жинайтын боламын. Барлық ингредиенттерді алдын ала күштен өткізіп дайындап қойдым. Бірінші қабатына картопты саламын және оның бетіне тор көзетіп майонезді орналастырамын. Дәміне қарай тұзын сеуіп, келесі қабатта ұсақтап туралған балығымызды орналастырып шығамыз. Осылай барлығына жететіндей етіп біркелкі орналастырып бетіне майонезді жағамын. Балықтың өзі тұзды болғандықтан қалауларыңызша қоспасаңыздар да болады. Келесі қабатта піскен алдын ала күштен өткізілген сәбізімізді осылай орналастырып, содан соң тағы да бетіне майонезімізді жағып аламыз. Дәміне қарай тұзын сеуіп, келесі қабатта піскен жұмыртқамызды осылай екіге бөліп аламыз. Ақ уызын бір бөлек, сары уызын бір бөлек етіп, содан соң ақ уызын осылай сәбізден кейін орналасып, бетіне майонезін жағамыз. Кейін тұзын сеуіп, келесі қабатта тағы бір қабат етіп, картопымызды салып шығамыз. Бетіне майонезімізді жағамыз. Дәміне қарай тұзын себеміз. Енді бізде салатымыздың соңғы қабаты піскен қызылшамызды осылай үккіштен өткізіп, содан соң салаттың бетіне орналастырамыз. Барлығын біркелкі етіп орналастырып, қасықпенен тегістеп аламыз. Содан соң бетіне майонезімізді жағып аламыз. Майонез бен қызылшаны араластыру үшін осылай салаттың бетінен тағы да қасықпенен жүріп шығамыз. Дәміне қарай тұзын сеуіп, кейін әсемдік үшін жұмыртқаның сары уызын осылай шеттеріне орналастырып шығамыз. Әрине бұл міндетті емес, қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Кольцодан босатқанда мен осылай әрдайым пышақты қолданамын. Шеттерін пышақпенен босатып, кольцодан салатымызды ақырындап айналдыра отыра көтеріп босатамын. Кольцоны айналдыра алуымызға байланысты салат сондай жинақы, өте әдемі көрінеді. Бұл салат кез келген дастарханның, кез келген мейрамның сәнін келтіретін өте керемет, дәмді, тойымды салаттардың бірі. Бұл салатты барлығының білуіне байланысты әркімнің рецептісі әрқалай. Сіздер менің рецептіммен дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен бірге болған гүлім, астарыңыз дәмді болсын.